Ауыл береке базары неге тоқтап қалды? Неге жұмыс істемей тұр? Өйткені бүгін дүйсенбі. Дүйсенбінің сәтін пайдаланып, міне біз қазір ауыл береке келіп тұрмыз. Неге десеңіздер, толықтай ауыл берекеде біздің Қазақтас компаниясы жұмыс жасап жатыр. Қазір міне біздің бриллиант деген брусчаткамыз төселіп жатыр, және мына бордюрларда біздікі. Жалпы ауыл береке наш қой бұл. Біздің мына бриллиант деген брусчатка енді шаң топалаңынан қатты былай түрі көрінбей тұр. Толық біткен кезде бір тағы да көрсетерміз сіздерге. Мына жақтың барлығы міне біздің брусчаткалар төселіп жатыр. Міне мына жақта да біздің брусчаткалар төселіп жатыр. Бриллиант десе бриллиант, свет жоқ, қап-қара болып тұрса да жарқырап тұр, қарасаңыздаршы. Брат, осторожно, брусчатканы сындырасың. Сынбайды, уайымдама, жүре бер. Өйткені бұл Қазақтас компаниясының брусчаткасы ғой. Міне біздің бриллиант брусчаткамыз, қараңыздар, толықтай былай қарай төселген. Және де былай қарай төселген. Қараңызшы, өте тамаша болып тұр. Мынаны аулаңызға немесе қандай да бір мекемеңізге төсететін болсаңыз, үстінен ұялмай жүресіз ғой, былай бекітіп қойып ше. Жалпы осы көке қалай брусчатка қалай шығып жатыр? Ұнап жатыр ма? Үстінен әдемі жүрсіз ба? Бәрекелді. Сіздерге де дәл осы брусчатка ұнаса, бриллиант деген. Онда біздің Қазақтас компаниясына хабарласыңыздар. Любой жерде біздің Қазақтас компаниясы жұмыс жасай береді. Өйткені өз ісінің мамандары десек болады. Ауыл берекеге көп келмегеннен кейін ба білмейміз ғой. Сөйтсек бұл жақта бірнеше базар бар екен. Біздің Қазақтас компаниясы жасап жатқан базар бұл берекет деп аталады екен, қараңыздар. Толықтай ауыл берекеде жүретін жоқ берекет базары. Егесіне рахметімізді айтамыз. Көрдіңіздер, ішің енді мықты болып жатыр. Саудагерлерге керемет жағдай жасап жатыр, е? Жақсы жігіттер. Өзбекше айтқанда хормалар.